Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі жәдігер баян бағдарламасы мұраға айналған жауһар жәдігерлердің бірі қамшы туралы болмақ. Қамшы қазақ халқы үшін ат мініп, жүруге, қолға ұстап тұтынуға, үйге іліп қоюға, сыйға тартуға ғана арналған жай құрал емес. Қамшы қазақ халқының қолөнері мен мәдени өміріндегі, тарихындағы, тұрмыс тіршілігіндегі, рухани дүниетанымдағы көне мұраға айналған жауһар жәдігердің бірі. Қамшы әбден иленген сиыр терісінен жасалады. Әр қазақ ауылында айтулы өрімшілер болған. Қамшы 3 таспадан 40 таспаға дейін өріледі. Таспасы неғұрлым көбейген сайын жіңішкеріп, ал өрімі күрделене береді. Қамшының өрілу тәсілі мен сапасына қарай қамшы атаулары да өзгеріп отырады. Мәселен, ат қамшы, дір қамшы, дырау қамшы, дойыр қамшы, дүре қамшы сияқты тағы да басқа атаулар өте көп. Осыған қарап қазақ тілінің қаншалықты бай екендігін көруге болады. Осы бір қамшының құрамының өзі қызықты әрі күрделі атаулардан тұрады. Атап айтсақ, өрімі, сабы, басы, дөмі, алақаны, бүлдіргесі, орамы, кежегесі, шежемейі, айдары, мойнағы сияқты көптеген құрамдардан құралады. Қазақ қамшысы негізінен 2 үлкен бөліктен тұрады. Бірі сабы, енді бірі өрімі. Қамшы сабы әйел адамның символына баланса, өрім бұтақ ұрпақтың символына баланған. Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейі қорындағы мына қамшылардың түрлері ерекше жасалған. Көзге оттай басылатыны бұл сабындағы тұяғы және тығыздалып өрілген 12 өрімі. Бұл қамшы киіктің сирағынан барынша әсемделіп, ортаңғы бөлігінде күмістен жасалған ою өрнегімен, ақ көзді тастармен безендірілген тұяқтың арасынан шажамайға қайыспен мықтап бекіткен. Тұяқтың табаны күміспен өрнектелген. Сонымен қатар қолға ұстайтын бөлігі тұтамы шашақталып, 2 басын күміспен көмкеріп, ақық көзді тастармен айналдыра безендірген. Ал қамшының тұйықталған жері бұл дүмі, яғни қамшының басы күмістеліп, тұйықталған. Өсімдік тәріздес оюлармен безендірілген. Шажамайының жиегі майда өріммен әсемделіп, өріліп, бетке бөлігінде күміске бекітілген ақық көзді тастармен әсемдеп, өрнектеп жасалынған. Ал одан жоғары таңдайынан бастау алған 12 өрімнің ұштасып жатқан бөлігі 52 см ұзындықта тұйықталып шашақталған. Өрімінің ұшығы сары түсті. Киіктің сирағының түсіне сәйкестендіріп жасалынған. Бұл бөліктердің әрқайсысы құрылымдық және декорациялық, сондай-ақ функционалдық, тіпті семантикалық маңызы бар ұсақ детальдар қамшы құрылымының функционалдық және мәдени семантикалық мәнін жете түсінуге септігін тигізеді. Қамшы ұлттық өнердің ғажайып туындысы, қазақ халқының салты мен дәстүрін бойына сіңірген, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан құнды жәдігер. Қазақ өмірінде қамшы өнер туындысы, қамшы рухани күш, қуат, қамшы сый сияпат, қамшы жігіт пен қыздың сәні мен салтанаты, қамшы алса қару, қалса мұра екендігін білетіндер аз. Дегенмен қамшы тек айдайтын құрал ғана емес, айталсақ, сөйлете білсек, мақтанарлық, қасиетті әрі қастерлі қазына не екені белгілі. Бүлдіргесі, сабы, өрімі барлығы бірігіп, төртеудің түгелдігін білдіреді. Осындай құнды дүниелермен танысыңыз келсе, музейге келіңіз.